Бауыржан Момышұлының «Шыққан шығармасына бук-трейлер. Батырлығымен, ерлігімен танылған халық қаһарманы атағына ие болған Бауыржан Момышұлы. Ұлы Отан соғысы кезінде қолбасшылықпен дараланған батырдың есімі бүкіл әлемге әйгілі болып аты аңызға айналды. Соғыс аяқталған соң қолына қаламсап алып, жазушылыққа көңілін бұрды. Бауыржан Момышұлының балалық шағын көрсеткен қызықты шығармалардың бәрі «Ұшқан шығармасы». Өзінің ес біле бастаған кезіне мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өмірін әңгімелеп көрсеткен романдардың бірі десек те болады. Қаншама халықтың арасында өскен, жастай анасынан айырылған, әжесі Зеренің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасқан үшін әсер еткен факторы өзінің түлеп ұшқан ясы десек болады. Бауыржанның әжесі өте ерекше жандардың бірі болған. Сол уақытта ащы өмірмен қиын тағдырдың, өмірдің азабын бәріне төтеп біле беріп, немересіне жақсы тәлім-тәрбие берген асыл әже. Бұл шығарманы тек ғұмырбаянды роман деп емес, қазақ халқының этнографиялық шығармасы десек те айтуға болады. Шығармада қазақ ауылының көрінісі, салт-дәстүрлері бейнеленеді. Сонымен қатар қазақтардың егіншілікке бірте-бірте көшуі де суреттеледі. Және түрлі ұлт өкілдерінің қарым-қатынасы көрсетілген. Бауыржан Момышұлының әкесі өте қатал адамдардың бірі болған. Барлық кітап сүйер оқырмандарға Бауыржан Момышұлының «Ұшқан шығармасын оқуға кеңес беремін. Ал қазір Бауыржан Момышұлының осыдан бірнеше жылдар бұрынғы берген сұхбатының үзіндісін көріңіздер. «Наша семья» деген кітабым «Ұшқан» деп оны қазақша етіп ат қойдым. Ол бәйге алды ғой. Лауреатты қалдым сол кітаптан. Оны лауреат болам деген ойымда жоқ қой. Оны орысша жаздым, қазақша жаздым. Оны жазған себебім орысша айтқанда «Никто из нас с неба не упал» дейді. Қазақшасына ешқайсымыз аспаннан түскен жоқпыз. Сонда қай ұяда болған екен, қай ұядан ұшқан екен деген сөз бар ғой. Мұны аспаннан түсті ма? Жоқ, аспаннан түскен. Мұны әкесі де болған, шешесі де болған. Мұның бала кезіндегі бала шағы да болған. Содан кейін мынаның осы бүйтіп адам болып өсірген, бүйткен, тәрбиелеген. Мұның бәрі біздің өкіметпенен, қоғамменен партияның тәрбиесі.